бәрі қазір маған былтырғандағы ертегіні. шаштары суырмады айтып береді. Достар, бізбен бірге каникулда ертегілерді, өлеңдерді, тақпақтарды диктант ретінде жазып үйренетін боласыздар. Ал олай болса, кеттік бастаймыз. Диктант тақырыбы ас-паз. Ортасынан бастайық. Диктант ас-паз. Ас-паз. Және Айханым диктантты қатесі жазды ма, видеоның соңында көретін боласыздар. Тамақ пұшақ-пұшақ алып қастарыңызға жеп қарап тұрыңыздар. Ақ қалпағы басында. Қалпағы басында. Жаза алмайды тоже. Қайдасың ау ручка? Ақ қалпағы басында. Ақ қалпағы басында істеп отырмыз. Şimdi ақ қалпағы. Басында. Қасында. Басында. Үтір. Үтір қасында. Ыстық оттың қасында. Ыстық оттың. Оттың. Қасында. Қасында. Қасында дейміз. Сен жазың сол жерде қасында. Үйде бір жерде бірінші кетіп жүрек. Қасында бір тамақты пісіріп. Bir tamakta pişirip. Tamakta Pişirip. 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 Ötür. Aslında bir tamakta pişirip. Bir tamakta pişirip. 오늘 қазақ тілі, иә? Қазір кішкентай қазақ тілі математика үшін жұмыс істейді. Апам ылғи жүреді, жайраңдайды, күледі. Апам ылғи жүреді, жайраңдайды, күледі. Қасында, иә? Жайраңдайды, күледі. Жайраңдайды, үтір, күледі, нүкте. Ақ қалпағы басында, ыстық оттың қасында, бір тамақты пісіріп, бір тамақты пісіріп, апам ылғи жүреді, жайраңдайды, күледі, иә? Иә, бұл. Үстіне тексерем. Жайраңдайды, күледі. Балалар, сіздер де бізбен бірге дәптерлеріңізді алып, дәл осы диктантты жазсаңыздар болады. Hadi soru bitiririz. Ақ қалпағы басында, ыстық оттың қасында. Bir тамақты пісіріп, апам ылғи жүреді. Жайраңдайды, күледі. 8 бар. Екі қате, бір қате. Достар, сіздер қанша балл алдыңыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Пока-пока.